Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен өте жұмсақ болып шығатын әрі өте оңай сметанник пирогын жасап үйренеміз. Бұл пирогтың дәмділігі сонша, қонақтарға ғана емес, өзіңіз де күнде жасап жегіңіз келеді. Ендеше бірге жасап көрейік. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы сары май, жұмыртқа, қант, қопсытқыш, яғни разрыхитель және ұн қажет. Ең алдымен қопсытқыш пен ұнды араластырып аламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізген жақсы. Сол кезде пирогымыз жұмсақ, үлпілдек болып піседі. Үстіне қант саламыз, барлығын араластырамыз. Енді сары майды салып, қолымызбен араластырған кезде бізде ұсақ-ұсақ түйіршіктер пайда болуы қажет. Алақаныңызбен сырғытқан кезде дәл осылай қолға жабыспай түсіп қалатындай болу керек. Енді үстіне жұмыртқаны салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз неғұрлым ұзақ иленсе, соғұрлым жақсы бола түседі. Енді дайын болған қамырды салафанға салып, мұздатқышқа 30-35 минуттай ұстаймыз. Ал оған дейін пирогтың салмасын жасаймыз. Ең алдымен салқын қаймақты саламыз. Салқын болмаса да болады, ештеңе етпейді. Бастысы 20% немесе одан жоғары болғаны жақсы. Менде дәл қазір 20% дүкеннің қаймағы, 20%-дан жоғары етсеңіз тіпті жақсы. Үстіне қант саламыз. Жұмыртқамызды шағып 20-25 секундтай араластырамыз. Өте ұзақ араластыруға болмайды және миксермен араластыруға да болмайды. Тек қана вентиктің көмегімен және шанышқымен араластыру қажет. Дәм беру үшін мен жаңа соңында кішкене ғана ванилин салдым. Бірақ ол маңызды емес. Дайын болған қамырымызды екіге бөліп, бір бөлігін астына, ал екінші бөлігін жан-жағын қоршауға пайдаланамыз. Тегістеп шығамыз. Осылай қолмен жасаған кезде өте ыңғайлы болады. Ең соңында шанышқының көмегімен тегістейміз. Ал енді салмасын салып, бетін тегістейміз.
Пешті міндетті түрде алдын ала қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста бетін ашпастан 30-35 минут бойы пісіреміз. Пістау деген уақытта міндетті түрде ағаш таяқшаның көмегімен піскен-піспегенін тексеріп алыңыз. Егер де ағаш таяқша құрғақ болмай шықса, онда тағы да салып пісіреміз. Ол сіздің пешіңізге байланысты. Пирогымыз дайын, өте дәмді, сондай жұмсақ, иісі де керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Қонақтарға да өзіңізге де ұнайды, отбасыңызға да ұнайды. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған сымбатты асхана.